зейнеткерлікке шығудан алдын үлкен дайындық керек екені белгілі. Қажетті құжаттарды түгендеп, тиісті органға өткізіп, жұмыс берушіге 1 ай бұрын ескерткен жөн. Зейнеткерлікке шығудың да өз машақаты жетерлік. Жастайынан бейнет көріп, қартайғанда зейнетін көрмекті мақсат тұтқандар өзіне өтемақы төленетінін де білгені жөн. Өтемақы мөлшері қанша? Оны қалай алуға болады? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ақмола облысында прокурорлар зейнетке шыққан ондаған қызметкерге заңды өтемақысы төленбегенін анықтады, деп хабарлайды бас прокуратура. Қазіргі заңнамаға сәйкес, зейнеткерлік жасқа толған қызметкерге кемінде 1 ай бұрын хабарлау және бір лауазымдық жалақы мөлшерінде өтемақы төленуі тиіс. Яғни, зейнетке шығатын адам өзінің 1 айлық жалақы көлемінде арнайы өтемақы алуы тиіс. Ал Көкшетауда 20-дан астам азаматтың конституциялық құқықтары бұзылды. Қалалық білім беру ұйымдары зейнеткерлікке шыққан қызметкерлерге өтемақыны төлемеген. Бұл заңсыздықтар прокуратура қызметкерлерінің арқасында белгілі болып отыр. Мәселен, қаладағы балабақшалардың бірінде 3 қызметкерге жалпы сомасы 800 мың теңгеден асатын бір лауазымдық жалақы көлемінде өтемақы төленбеген дейді прокурорлар. Қадағалау актісі бойынша 20-дан астам қызметкердің 2 миллион 200 мың теңгеден астам өтемақысы төленді. Ал заңды талаптарды сақтамаған лауазымды тұлғалар қатаң тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Мұндай олқылықтар орын алмас үшін зейнеткерлікке шығуға тыңғылықты дайындалу қажет. Сонда өз құқығыңызды сақтап, арнайы өтемақыдан да қағылмайтын боласыз. Алдағы уақытта прокуратура басқа да мемлекеттік органдарға осындай олқылықтардың орын алғаны, алмағаны жөнінде арнайы тексеру жүргізбекті мақсат тұтып отыр. Расында да зейнеткерлікке шығатын азаматтардың заңды құқықтары бар екенін кез келген мекеме басшылығы хабардар болуы тиіс. Алайда бұл талапты көп мекеме басшылары сақтай бермейді. Құқық қорғау органдарының араласуынан кейін ғана келтірілген залалды өтеуге амал жоқ кіріседі. Сондықтан да өзіңіздің заңдық құқыңызды біліп, арнайы өтемақыны алуыңыз тиіс. Ол үшін зейнеткерлікке шықпас бұрын арнайы дайындалып, тиісті органдардан кеңес алудың артықтық етпейді.